Сәлеметсіздер ме? Менің атым Серікжан Айша. Мен 6-шы гимназияның 2-ші А сынып оқушысымын. Жоба ретінде Томирис екеуміздің таңдаған тақырыбымыздың аты өлкемізді көгалдандыру. Бұл тақырыпты таңдаған себебіміз қазіргі таңда көгалдандыру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Көгалдандыру қала, ауыл, тағы басқа елді мекендерде ауаны тазарту, көлеңкелеу үшін ағаш, бұта, гүл, көгал өсіруді болып табылады. Біз бұл жобада қолайлы экологиялық жағдай жасау мақсатында көгалдандыру жұмыстарының ерекшеліктерін айтқымыз келеді. Жұмысымыздың негізгі мақсаты өлкемізді көгалдандыру болғандықтан негізгі объекті ретінде өз қаламызды, соның ішінде өзіміз тұрып жатқан аумағымызды алдық. Жұмыстың бір ерекшелігі біз көгалдандыру тек жергілікті жердегі өсімдіктерге тоқталуды жөн көрдік. Себебі олардың жергілікті жерге жақсы өсіп өркендейтіні белгілі. Ал сырттан алынған өсімдіктердің біздің жердің экономиялық ерекшеліктеріне байланысты жерсінуі қиын болады. Адам денсаулығын қолайсыз экономиялық факторлардың бірі. Шаң, тозаң, шу, қатты соққан суық және ыстық жел, атмосферадағы микробтар, түтін, улы газдар. Ал өлкемізді ағашқа, гүлге толтырған жағдайда мұндай факторларды жоюға әбден болады. Егер де өлкемізді көркейтіп көгалдандырмасақ, шаң, тозаңның зардабының түрлі аурулар пайда болып, басқа да апатты жағдайларға әкелуі мүмкін. Өлкемізге көшеттер отырғызылып көгалдандырмасақ, шаң, тозаңның мөлшері азаяды. Өлкені көгалдандыру бір түрі құлпынай отырғызу. Құлпынайды мен қазір түптеп су құямын. Көгалдандыру үшін біз бірінші жерді құнарлап аламыз. Сосын гүлдің тұқымын отырғызамыз. Сосын оны топырақпен жабамыз. Сосын су құямыз. Нәтижесін 10 күннен кейін көреміз. Гүл еккенімізге 10 күн өтті. Енді нәтижесін бірге көрейік. Қарап тұрғандай, гүл атып келе жатыр. Енді біздің ауламыз өте әдемі болып көрінеді. Енді біз жоба барысында жетістіктерімізге тоқтала кетейік. Ол үшін біз ең алдымен өз ауламызды көгалдандырудан бастадық. Мен аулаға қызғалдақ гүлін отырғыздым. Ол үшін алдымен жерді қазып алдым. Сосын тұқымды отырғызып су құйдым. Оны күнделікті суарып отырдым. 10 күннен кейін осындай нәтижесі шықты. Айша да ауласына құлпынай отырғызды. Оны ол күнде түптеп
күтіп суарып жүр. Оның да нәтижесін көп ұзамай көреміз. Біздің қорыта келе айтатынымыз, әрбір адам көгалдандыруға ат салса, қала, ауыл, ауламыз бәрі әдемі көрініске ие болатынына